Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Әбдіманап Нұрила Қанатқызы Мұқағали Мақатаев атындағы номері 140 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Топ IQ бұл еліміздегі электронды оқулықтардың алғашқы ұлттық платформасы. Сабақ уақытын тиімді пайдаланғаныңыз келе ме? Оқушыларға қызықты етіп тапсырма ұсынуды қалайсыз ба? Оқу жазуған емес, аудио-визуалды түрде ұйымдастырғыңыз келе ме? Ендеше Топ IQ сіздерге арналған таптырмас көмекші құрал. Біз ұстаздар қауымы Топ IQ бағдарламасымен жүйелі түрде жұмыс жасап келеміз. Дәл бүгінгі сабақта Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасымен жұмыстандық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Балалар, біз өткен сабақта сіздермен Мұхтар Шахановтың өмірімен шығармашылығы туралы өткен едік. Бүгін сол сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бірақ жаңа тақырыпты бастамай тұрып, өткен тақырып бойынша біршама тақырыптарды қайталап өтейік. Бірінші топқа бөлініп алайық. Сіздерде тақтада көрсетілген шаңырақ әдісі арқылы оқушылар шығып, ұйықтарын алып, топқа бөлеміз. Батылық, адалдық және достық тобы. Тапсырманы орындаймыз. Электронды оқулыққа назар аударамыз. Сауал бізден, жауап сізден. Сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Жазушының әкесі кім болған? Қай топ жауап береді? Ахмедияр? Жазушының әкесі Қалимолла болған. Жақсы, отыра қойыңыз. Екінші сұрақ. Мұхтар Шахановты кім тәрбиелеген? Мансұр. Ағасы. Жақсы, ары қарай. Үшінші сұрақ. Мұхтар Шаханов қай жерде дүниеге келген? Айта алыңыз. Ары қарай. Жазушының қандай шығармалары бар? Тамаша. Нарынқұм зауалы поэмасы не туралы? Мансұр? Махамбеттің соңғы күндері. Тамаша. Алтыншы сұрақ. Халық жазушысы атағын қай жылы алды? Жарайсыздар балалар, тақырыпты жақсы түсінген екенбіз. Топ IQ платформасының тиімді жақтарына тоқталып өтейік. Біріншіден, біз оқушыларға сабақ барысында аудио нұсқада да, видео нұсқада да тақырыптарды түсіндіріп бере аламыз. Қазіргі жастарда клиптік сана басым. Электронды құрылғыны қолданба деу бекер, бәрібір өзіне қажеттісін алады. Не себепті осыны біз артықшылық етіп алып, өзімізге пайдалы арнаға бұрмасқа. Екіншіден, бұл құндылыққа бағдарланған тәсіл десек те болады. Себебі қазақ тілі мен әдебиетінің әр тақырыбы тағылымға толы, құндылыққа бай. Біз осы тапсырмалар арқылы оқушының қызығушылығын, сабаққа деген құштарлығын арттырамыз. Миға шабуыл әдісі арқылы Шахановтың өмірі мен шығармашылығына қатысты мәліметтердің бұрыстығын анықтайық. Тақтаға шығады. Мансұр. Тағы бір тиімді тұсы тапсырмалардың әр алуандылығы және уақыттың тиімділігі. Бұл тапсырмаларды жұптық жұмысқа да, топтық жұмысқа да бере аламыз. Сол арқылы оқушылар бір-бірімен тілдеседі, ақпараттық коммуникациялық технологияларды меңгереді. Бұл тапсырмалар барлығы оқушылардың жас ерекшелігіне, оқу мақсатына сай бағдарланған. Балалар, Мұхтар Шаханов қайсар тұлғалар. Ол өзінің туындыларында рухани адамгершілік құндылықтарды молынан дәріптейді. Құдіреті жоқ төрт анаға теңелер деп туған тарихымызды, жерімізді, салт дәстүрімізбен туған тарихымызды ұмытпауға, ұлықтауға шақырады. Міне, Нарынқұм зауалы туындысы тарихтың ащы шындығын бейнелейтін құнды туынды. Бұл шығармада Махамбет Өтемісұлының өмірінің соңғы жылдары сипатталады. Поэма екі бөлімнен тұрады. Біріншісі Махамбеттің соңғы сөзі және екіншісі әке үкімі деп аталады. Қазір поэманы бастап оқимыз. Мен сіздерге бастап беремін. Ары қарай оқушылар өздері жалғастырады. Мәнерге образға кіріп оқуды ұмытпаймыз. Бас бір адамдарда болашағын елден ерек сезініп, түйсіну қабілеті болатын ғылым жоққа шығармайды.
Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын жан шошынарлық сұмдық түс көргені, түсінде кеудесінен домалап түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті әлдегімді панамат. Зұлымдықтың жасырынып келетіні шамана, иығымнан ұшқан басы көкірегімнен. Бара жатты атамекен ақ жайықты жағыма, жүрегімнен аққан қанға боялыпты бар алар. Жер өтсін сенің есімнен сойқан заманда, тіршілікпен қоштасар сәт жетті ау деймін маған да. Қоштасар сәт жетті ау деймін туған елімнен сенің. Бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылын ем, дедім әкем үшін. Шомбал жігіт кіріп әке деді ол кірген бойда, әке деді еркелеп. Жүруші еді маған бүгін өкпелі, Махамбеттің жанына. Құлақты өңдеп, мақтап қалып арқаға, қосып алдық ортаға. Бұл түгенде мына ауылының ақылы, еркін жетер әңгіме ол бір таңға. Тамаша, келесіз. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағымды жаба қалдың неге мұң? Әке сенің қай сөзіне сенемін? Есімде ме менің бала күнімде Махамбетті жеп көремін деген. Рас ұлым, айтылған соқ оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жеп көргем. Әлде кемшіл шағым ба еді ол ақылға пенделік қой салған мені тақымға. Жарайсыз, отырамыз. Балалар, поэмамен таныстық. Енді осы жерде сіздерге бір кездескен таныс емес сөздер болуы мүмкін. Солардың мағынасын ашып көрейік. Сөз сандыққа назар аударамыз электронды қолдағы. Зауал, ол қауіп қатер, іңкәрлік, құштарлық, нала, қатты реніш, пасық, абыройсыз, арсыз деген мағынаны білдіреді. Және дулыға батырлар киетін бас киім. Құрметті оқушылар, қазір сіздерге жарық әдісі арқылы тапсырмаларды топтастырып беремін. Әр топтан бір оқушы келіп, мына жерде тұрған жарықтың біреуін таңдап алса. Сабақ барысында тапсырманы ұсыну кезінде жарық әдісін, ұтқыр жауап секілді тиімді әдістерді қолдандық. 57-ші бетте берген 3-ші тапсырманы орындаймыз. Тақтаға біреу шықсын. Оқушылар, поэмамен таныстығымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір әке үкімі бөлімінен түсірілген мына бейнебаянды мұқият қараймыз, тыңдаймыз. Жүруші едің маған алғи өтпелі, кейуші едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың ау шамасы. Аты шулы Баймағамбет Сұлтанның маған берген сыйлығына қарайды. Балалар бейнебаянды қарап шықтық. Енді осы жерде әке үкімі әділ ме, жоқ па? Пікірталас ұйымдастырып көрейік. Ақылдасуға, бұл топтық жұмыс ақылдасуға уақыт беремін. Әрине баласы үлкен қылмыс жасады, қазақ болатыра қатарына жамандық жасады. Менің ойымша әкесіне де оңай емес осындай шешімге келу. Балалар, сабақты қорыта кетейік. Бүгін біз Нарын Қымсабалы поэмасымен таныстық, сюжетіне талдау жасадық, кейіпкерлер образын аштық. Ендеше кері байланыс беріп, сабақты бағалап өтсеңіздер. Қай жерде барлығы түсінікті болды, қай жерде қиындықтар туындады, соны жаза кетуді ұмытпайық. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Бүгін біз өте қызық тақырып Мұстафа Шахановтың Зауалы шығармасын өттік. Бұл сабақтың маған ең ұнаған жері электронды форматта өтті. Бұл біз үшін өте ыңғайлы болды. Мұғалім жақсы түсіндірді сабақты, және балалар ол сабақты дұрыс түсінді. Осы сабақтың тағы да бір артықшылығы, біз осы сабақты 3-4 тапсырмаға көбірек жасауға үлгердік. Және бұл біз үшін өте тиімді, себебі біз көптеген уақытты үнемдедік. Құрметті ұстаздар, сіздерге де топ IQ бағдарламасын қолдануға кеңес береміз. Осы бағдарлама платформа арқылы оқушылардың дарындылығын, білімділігін арттыра берейік.